Семей қаласындағы Абай музейіне қош келдіңіздер. Армысыздар, Алаш жұрты. Абайдың әдеби-мәдени шығармашылығы тек кітап беттерінде ғана емес, Семей қаласында орналасқан Жидебай Бөрлі мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайында да орналасқан. Біз бүгін сіздермен өзекті ұжымы онлайн түрде таныстыратын боламыз. Абай мұражайына келгенде назарымыз біріншіден осы бір қоладан құйылған ескерткішке түседі. Бұл ескерткіш ұлы ақын Абай ұлдарымен деп аталады. Бұл жерде Абай 51 жаста және де Ақылбай мен Тұрағұл ұлдары бейнеленген. Бұл мүсіннің биіктігі 5 метр. Ескерткішті жерлесіміз Нұрбол Қалиев жасаған. Бүгінгі күнге дейін Абай Құнанбаевтың тек 2 фотосуреті ғана сақталған. Олардың бірі 1896 жылы Кузнецовтың фотостудиясында жасалған. Осылайша, бұл фотосурет бүгінде ескерткішке айналды. Абайдың толық адам ілімі аласапыран дүниеде бізді адастырмай ақиқаттың жолына жетелейді. Бұл жайында абайтанушы Мекентас Мырзахметұлы айтқан болатын. Расымен де Абайды тану үшін қайтпек керек. Бұның жауабын мұражайдан біле аламыз. Мұражай қабырғаларында 21832 экспонат сақталған. Абайдың әдеби мемориалдық мұражай кешенінің ашылуы 1940 жылы ақын Абай Құнанбаевтың 95 жылдығына орайластырылды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың 2019 жылы 30 мамырдағы жарлығына сәйкес Абайдың 175 жылдық мерейтойын тойлау туралы мәдени нысан тағы да 6 рет жаңғыртылды. Сонымен қатар, бұл жолы мұражай толығымен жаңартылды. Абайдың балалық шағы залына қош келдіңіздер. Бұл залда көрермен дәл Абайдың балалық шағына еніп кетуіне мүмкіндігі бар. Ең алдымен қабырғадағы картинада атақты суретші Волощуктың бала Абайдың Байгөкше ақын тыңдау кезінде картинасы қойылған. Дәл сол картина бойынша алдарыңызда тұрған мінекей гиперреалистік фигуралар қойылған. Ең алдымен мінекей бұл жас Абай, әжесі Зере, сонымен қатар қарамасы отырған Байгөкше ақын бейнеленген. Абай мұражайында әрбір қадамды басқан сайын тарихтың тереңіне бойлайтынымыз заңдылық. Дәл қазір біз дала әуені залындамыз. Бұл жерде шаңқобыздың дауысы құлаққа жағымды естіледі. Бір қадам бассақ домбыра, одан кейін дауылпаз, 3 шекті домбыра қазақтың шығыс өңірінде кеңінен тараған. Одан кейін 6 тесікті үрлеп ойналатын аспап саз сырнай. Музейіміздегі құнды жәдігерлердің бірі зерде кітабы. Бұл кітаптың ерекшелігі салмағы 58 килограмм болады. Әр парағы күміспен көмкерілген. Музейіміздің құрметті қонақтары дәл осы кітапта өз естеліктерін қалдыра алады. Ең бірінші жазба естелік елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Абырой атақ сол жанға, кімді көп жұрт мақтаса, ол мақтаудан не пайда, көп мақтауын таппаса. Абайдың сөзіне жазылған, қазіргі ел арасына кеңінен таралып үлгерген қазақ әндері осы мұражайда сақтаулы. Тіпті ең алғашқы жазған қара өлеңінің де түп нұсқасы сақтаулы. Мемлекет басшысы Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында Абай мұрасының ел болашағына тигізер пайдасы зор екенін атап өтіп, мемлекетімізді Абайдың ой тұжырымдарын негізге ала отырып, дамыту керек екеніне баса мән бергені белгілі. Сондықтан, ұлы ақынның шығармашылық мұрасын сақтау, насихаттау және санаға сіңіру басты міндеттердің бірі болып табылады. Осы орайда Абай мұражайында Зеренің оқыған ертегісінен бастап ақынның шежіресі, өлеңдері және қара сөздері заманауи түрде жаңғыртылып ұсынылып отыр.